жасанды интеллектті сабақта қолдану. Және сонымен қатар біздің ел президентінің өзінің жолдауында да жасанды интеллектті дұрыс, сауатты қолдану туралы өз сөздерінде, пікірлерінде айтып жүрген болатын. Осы мақсатта қазір барлық мектептерде жасанды интеллектпен жұмыс жасау, және сонымен қатар оны тиімді қолдану тақырыптарында семинарлар, вебинарлар өтіп жатырғаны өздеріне белгілі. Енді бүгінгі семинардың басты мақсаты жасанды интеллектті білім беру үрдісінде тиімді қолдану арқылы сабақты түрлендіру. Оны өздеріңіз де білесіздер, сабақта жасанды интеллектті тиімді сауатты қолдану қажет. Бүгінгі тәжірибенің өзі осыған байланысты болмақ. Сондықтан құрметті әріптестер, өздеріңіздің тәжірибелеріңіздің барлығын мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Рухан Шибайқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Дауысым естіліп тұр ма? Иә. Жақсы. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Енді кішігірім түсіндіріп өтейін, содан кейін бұйырса практикада көрсетіп өтетін боламын. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді қолдану, бұл қазіргі таңда негізгі мәселелердің бірі болып отыр ғой. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында жасанды интеллект құралдарын қолдану, тиімді қолдану, соның ішінде жолдарын көрсету, мұғалімдерге заманауи цифрлық платформалардың мүмкіндіктерімен таныстыру бүгінгі менің мақсатым. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Бұл жерде енді барлығымызға белгілі шығар, жасанды интеллект бұл қазіргі таңда адамның интеллектуалдық қабілеттерін реттеп, сол бойынша жұмыс жасайтын технологиялар жиынтығы. Сенің бірі оқушыларда өте жиі пайдаланатын бізде құралдың бірі ол ChatGPT. Бүгінгі мақсатым сіздерге сабақта қолдануға болатын нақты тәсілдер, командалар, мысалдар көрсету табылады.